Assalomu dostlarım. Ötkende bir ақсақалдан жақсы қызықты bir жұмбақ естіген. Енді соны сіздермен бөліскім келіп отыр. Bir әкімге 4 табақтан, bir директорге 2 табақтан, 10 оқушыға 1 табақтан. Сонда соңында адамның саны да 100, табақтың саны да 100 болып шығуы керек. Енді осы есеп бойынша бағдарламалау тілдері бойынша есеп құрастырып көрейік. Бірінші есептің шарты бойынша олар керекті мәліметтер. Бізге әкім керек, директор керек және оқушы керек. Олардың бәрі интежер, нақты сандар. Енді есептеген for әкім бірден бастап ең көп болғанда 25 әкім болады. Себебі 25 4 табақ. 4-ті 25-ке көбейтсеңіз 100 табақ болады екен. 25 әкім болуы мүмкін. Немесе одан да аз болады. 25-тен аз болады. Екінші директор. Директорда дәл солай бірден бастап көп болғанда 50 директор болады. 50 директор болады. Директор болады. Енді келесі оқушылар. Оқушымыз дәл солай. Бірден бастап ең көп болғанда 100 оқушы ғана болады. Одан артық болмайды. Есептің шарты бойынша бұл жерде 2 шарт берілген. Адамның саны да және ыдыстың санында, табақтың санында. Енді көрейік. Әкім қосылған, директор қосылған оқушы тең болу керек 100-ге. Және бір шарты бойынша әкімге бізге 4 табақтан, екінші директорге 2 табақтан, және де оқушыға 0,1 табақтан. Себебі 10 оқушыға 1 табақ болған кезде бір оқушыға 0,1 табақ. Bir табақты 10-нан 1 бөлігі деген сөз ғой. 10 табақ тең 100-ге тең деп алайық. Енді ары қарай кеттік. Бегин енді керек болады міндетті түрде, және бір ендіміз болу керек. Енді мен жерге жазайын. Шығаруымыз керек. Бұл жерде әкімнің санын. Және де шығаруымыз керек бұл жерде. Директордың санын. Және де шығаруымыз керек нені? Оқушылардың санын шығаруымыз керек. Оқушылардың санын шығаруымыз керек. Мен жерге түсінікті болу үшін жазып қояйын. Әкім мен жерге оқушы. Оқушы деп жазайын. Мен жерде оқушыларымыз
оқушыны былай деп алайын. Себебі қазір оқушылардың санын басқаша шығару мүмкін. Ал программамызды іске қосайық. Бұл жерде қарап отырсаңыз, міне, әкімнің саны 7, директорның саны 33, оқушының саны 66. Оқушының саны 66. Енді бұл жерде қызық. Және де бұл жерге жазайық. Әкімге қанша табақ кетеді? Әкім көбейтілген 4. Бұл жерге директор көбейтілген 2. Бұл жерге оқушыға көбейтілген 0,1. Бұл жерде 7 әкімге 28 табақ, 33 директорге 66 табақ, 60 оқушыға 60 табақ. Бұл жерде мынаны былай жазу керек. Қазір шығады енді. Міне, 7 әкімге 28 табақ, 30 директорге 66 табақ, 60 оқушыға 6 табақ деген сияқты.